Баршаңызға сәлем. Бүгін біз дәмі тіл үйретін тура ресторандағыдай сүйрі лагман пісіретін боламыз. Егер де сіздерге рецептім ұнап жатса, арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші лагманның қамырынан бастаймыз. Мен 4 адамға пісіретіндіктен 4 кесе қамырды илеймін. Қатты жылы емес суға тұз қосып, араластырып, қатты қып қамырымызды илейміз. Және де бетін 20 минутке жауып, тындырып аламыз. Барлығын осылай формаға келтіріп алғаннан кейін бетіне сұйық май жағып отырамыз. Және де осылай біртіндеп алып, 2 рет созудан бастаймыз. Мынау бірінші созуымыз сәл қалыңырақ болады. Келесі осылай ең жіңішке болғанша 2-ші рет созамыз. Осылай біздің қамырымыз дайын, енді суға пісіру ғана қалды. Қатты қайнап тұрған суға 1 қасық тұзды саламыз. Сосын жаңа қамырымызды салып, жақсылап араларын ашып алып, бір бұрқ еткізіп қайнатамыз. Қайнаған қамырымызды алып, суық суға бірден жуып аламыз.
келесі ет пен барлық көкөністерді жақсылап майдалап тураймыз. Ne oldu? Ne? Табамызға 150 мг сұйық майымызды құйып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Мына жерде қуырылып жатқан табаға 50 мг спиртной ішімдікті құйып, от жағып, тамақты қуырып алдым. Яғни бұның құпиясы өзі 35-40 градуста қуырылып жатқан тамақ 40 градус спиртноймен бірігіп, тез қуырылып шығады. Ал сіздер бұның орнына кішкене су құйып, 10 минутқа бұқтырып алсаңыздар болады. Міне біздің сұйру лагманымыз дайын. Тура ресторандағыдай дәмі тіл үйреді. Егер де сіздерге ұнап жатса, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де келесі қандай рецепт жасайтынымды комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Ақбота Бақытқызы, астарыңыз дәмді болсын.